Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін бір сайттан $10 таптым, және де сол ақшаны мен бүгін сіздерге қалай тапқанымды айтып беремін. Әрине сіздердің де табуға мүмкіндіктеріңіз бар, және де осы видеода біз сол ақшаны шығарып көретін боламыз. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер. Әрине сіздер де дәл солай ақша таба аласыздар. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Себебі біз бұл жерде әр күн сайын әртүрлі ақша табу жолдарын қарастыратын боламыз. Ал енді қараңыздар, бұл сайт CoinVid деп аталады. Бұл жерде біз торговать етсек болады криптовалюталармен, немесе әртүрлі ойындарды ойнасақ болады. Қазір мен сіздерге басынан аяқ түсіндіріп беретін боламын. Ең бірінші бұл жерде сіздерге бонус береді. Бонусты қалай аласыздар? Мен осы жерге өзімнің Telegram каналыма осы сайттың админін қоямын, сол адамға жазасыздар. Ол сіздерге $0.5 береді. Әрине сол $0.5 өзімен $10 шығаруға болады. Себебі қараңыздар, мен дәл қазір өзім шығарып көрдім. Transcription деген кіретін болсақ, қараңыздар. Міне мануал деп тұр. Маған $0.5 бонусқа берген. Одан кейін мен ол $0.5 ойын ойнағанмын. Міне $0.5 одан кейін сол ойыннан $3 тапқанмын. Одан кейін қайтып $3 ойынға салғам. И $9.90 сол ойыннан шығарғам. Қазір енді балансқа кіретін болсақ, $10 тұр. Сіздер ең бірінші енді не істейсіздер? Ең бірінші бұл сайттың ссылкасы менің Telegram каналымда болады. Одан кейін осы сайттың админінің ссылкасы болады тоже. Сіздер осы сайтқа тіркелесіздер. Тіркеліп болғаннан кейін админға өздеріңіздің скриндарыңызды жібересіздер, аккаунттарыңыздың скринін. Яғни міне дәл осы скринді админға жібересіздер, сосын бонус деп жазасыздар. Админ сіздерге $0.5 бонус береді. Одан кейін өздерінің группасының ссылкасын береді. Сол группаға тіркелесіздер. Ол группада типа бізге қалай қою керек екенін барлығын түсіндіреді, және де біз сол $0.5 ұтылып қалатын болсақ, бізге $5 тағы да береді. Өздерінің айтуына қарағанда. Одан бөлек бұл жерге сіз мысалы $5 салатын болсаңыз, сол $5 қайтып ұтылып қалсаңыз, тағы да сізге $5 береді. Өздерінің айтуларына қарағанда солай. Ал енді мен олай жасап көрмедім, себебі мен $0.5 мен көтерілдім. Мысалы менде Victory деген жерде де көрсек болады. Міне Game Win, Game Profit барлығы жазылып тұр. Game Betting. Менде міне көргендеріңіздей Profit $9.510 цент. Менде $0.5 бонус берді. И ана $9.510 осы сайттан мен өзім көтердім. Сіздерге группасын береді. Группасында не? Группасында бұл хайп проект. Тағы да айтамын, бұл жерде ақшаларыңызды жоғалтуларыңыз мүмкін. Сол себепті де сәл аккуратно болу керек. Қараңыздар, бұл жерде хайп проект қалай? Бұл жерде бізге осындай ставкалар береді. Сол ставкаларға біз қойып отыруымыз керек. Қазір мен сіздерге кішкене көрсетемін. Мысалы, Home-ға кіреміз. Мен одан кейін қазір мен сіздерге басын түсіндіремін. Одан кейін мен өзімнің қалай тапқанымды айтатын боламын. Game-ға кіресіздер. Одан кейін Game-да қараңыздар, блок бар. Red Crane, Discs, блок деп тұр. Міне Red Crane-ге кіресіздер. Мысалы, бұл жерде өздері күнде қателеспесем 10-15 шақты беріп отырады. Міне Grain $1 деп қоясың. Мысалы 5 минут Red Crane деп тұр. Осы жерден 5 минут Red Crane табасыздар. Мысалы міне Red. И минут осы жерде жазылып тұрады, қателеспесем. 1 минуттық бұл. Назад шығамыз. 5 минуттық керек бізге. Ал деген жерге кіреміз. И 5 минуттық іздейміз. Мысалы Blocks Red Crane. Міне Red Crane 5 минут. Осыған кіреміз. Но пример бұл. Себебі бұл жерде бұлардың қойғаны қазір өтіп кеткен. Мен қазір қоя алмаймын. Қазір бұлай қарайтын болсақ, қазір ештеңе жоқ. Қазір ешқандай прогноз беріп жаққан жоқ бұлай жатқан кезде. И бұл жерде өздерінің тактикалар бар. Тактикалар бар болғанда олар сіздерді по-любому ұтқызады. Себебі бұл проект бұлай қолданылады негізінде. Мысалы сізге ұтып жүресіз күнделікті. Кейін сайт өзінен өзі жабылып қалады. Яғни сайтқа кірмей қалады. Мысалы 2-3 ай бойы нормально ұтып жүресіз, одан кейін 2 айдан кейін сайт кез келген уақытта жабылып қалуы мүмкін. И ішінде сіздің ақшаңыздың барлығы қалып кетеді. Мысалы қараңыздар, бұл жерде қалай болған? Мысалы Red 5 минут Red Crane-ге қойған, Redке қойған. Мысалы қазір кіреміз, Redке 5 минут қоямыз, 1.95 коэффициент и өзіміздің ценамыз жазамыз. Все, болды. Одан кейін ол ұтылған, $1 ұтылған, одан кейін $3 қойған, $3 ұтылған, $8 қойған, $8 ұтылған, $24 қойған, $24 ұтылған. Одан кейін оны тағы да удваивать еткен, яғни көтерген. $72 қойған и $72 мен ұтқан. Яғни үстінде ұтылған ақшаның барлығын қайтарады и үстіне тағы да ақша ұтады. Дәл осылай қолданылады. Менде одан кейін бонус тым аз болған себепті де мен олай жасамадым. Мен өзім просто Mina деген ойынды өзім жақсы көремін. Барлығы
казинолар жайлы айтканда, азартный ойындар жайлы айтканда, в основном мен мина ойнаймын. Просто минага кирдим, 0,5 долларымды койдум, и миналар тикать еттім, болды. Қазір мен көрсете алмайм. Просто былай 0,5 доллар коясыздар, и bet no басасыздар, и миналар басып шығасыздар. Қазір мен бір рет ойнап көрем, бірақ видеода көрсетпеймін, себебі YouTube заблокировать етіп тастайды видеоны. Осындай азартный ойындар көрсеткен үшін. Мен қайттан балансқа келдім, менде 9-да 5 қалды. Енді бұл ақшаны мен қазір шарып көруге тырысатын боламын. Бұл жерден ақша 100% шығу керек. Withdraw басамыз. Одан кейін жоқ, мен қазір шара алмай деген, себебі банковский картаға 3 доллар мен өте көп доллар арасында, ал терси 20-ке, яғни Binance-қа или Trust Wallet-ке шаратын болсақ, бізде минимальный сумма 10 доллар болу керек екен. Мен қазір 10 доллар қайттан жинауға тырысатын болам. Сосын қайттан шарып көрем, себебі мен банковский картаға шараған қатты ұнамайды. Көп нәрсе толтыру керек болады. Әрине сіздер банковский картаға шаратын болсаңыздар, сіздер шарып көрсеңіздер болады. Мысалы басамыз, конфирм басамыз. Мен осы жерге банкымызды, банк аккаунтын, осындай нәрселерді жазып шығамыз. Қандай банк екен, және де банктың номерін, мысалы бұл жерде бар. Жоқ екен, ешқандай банк, өзіңіз жазады екенсіз. Анын қараңыздар, мен аккуратно ойнап қайттан 10 долларға жеткіздім. Енді ақшаны шарып көретін боламын. Withdraw басамыз. И осы жерге адресіміз толтырып шығамыз, яғни withdraw адрес деген жерге біз қазір мен тесті толтырып шығам. Мен қараңыздар, мен өзімнің адресімді жазып шықтым. Ол үшін не істейсіздер? Просто басасыздар, и үстіндегі плюсикті басасыздар, и адрес добавлять етесіздер. Қиын емес, Binance-тан немесе Trust Wallet-тен алсаңыздар болады. Қазір мен барлығын деп жаздым, и withdraw басамыз. Саксыз кетті. Ақша қанша уақытта түсетінін білмеймін, бірақ ақша түсу керек. Менің телеграм каналыма ақша түссе міндетті түрде жазатын боламын. Дәл осылай шарасыздар, және де мен басында айтқандай, сіздерге 0,5 доллар бонус ретінде береді. Сіз оны қалаған ойыныңызды ойнай аласыз. Ал если ұтылып қалсаңыз, тағы да 5 доллар бонус тағы да беру керек. Жаңағыдай бұл жерге тағы да депозит ақша салуға болады, бірақ өте рискованный, себебі білесіздер, хайп проект, бұның өзінде қараңыздар, группасының өзінде беспроигрышный ситуация болғанның өзінде көргендеріңізде 72, тіпті одан көп кетіп қалуы да мүмкін. Сол себепті де бізге мысалы аз суммамен кіретін адамдарға бұл невыгодно деп ойлаймын. Хайп проект жабылмаған күннің өзінде сіз ақшаңызды жоғалтуыңыз мүмкін.